Сәлем достар, бүгін біз өте ерекше әдемі мерекелік салат дайындаймыз. Ол үшін алдымен картопты, жұмыртқаны, сәбізді суға пісіріп дайындап аламыз. Одан кейін барлығын теркіден өткіземіз. Өте оңай әрі тез жасалатын салат. Маған қатты ұнады және де дастарханыңызға сән беріп тұратын болады. Алдын ала пісірілген етті де осылай ұсақтап турап дайындап аламыз. Одан кейін қолданатын майонезімізге бір чеснокты салып дайындап аламыз. Үлкендеу тарелкаға ортасына бір стаканды қойып, жан жағына бірінші картопты, одан кейін майонезді жағып, одан кейін етті, сәбізді, жұмыртқаны қойсаңыздар болады. Немесе орындарын өзгертсеңіздер де ештеңе етпейді. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Ал достар, рецепттерім ұнап жатса, әдеттегідей лайктарыңызды аямай, тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі рецепттерімді жіберіп алмаңыздар. Барлығын рет-ретімен қойып шыққаннан кейін видеодағыдай укропты немесе петрушканы қойып шықсаңыздар болады. Әрине сәндік үшін өте әдемі болып тұрады және де үстіне соңынан гранатты қойып шықсаңыздар болады. Дастарханыңызға сән беріп тұратын өте ерекше салат деп ойлаймын және де өте дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес етемін, жасап көріңіздер және де менімен бірге қонақтарыңызды таң қалдырудан жалықпаңыздар. Сонымен қатар достар, менің каналымда көптеген тәттілердің, пирогтардың, салаттардың, көптеген тағамдардың ерекше рецепттері бар. Кіріп қарасаңыздар болады және де міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.